Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы, Теңге ауылы, нөмір 11 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жолдасбаева Айдана Қалдыбайқызы. Математика сабағы, 2 сынып, 127 сабақ. Сабақтың тақырыбы: геометриялық мазмұндағы есептерді шығару, саяхат туралы естеліктер. Психологиялық дайындық: өсеміз біз күліп ойнап, 10 саусақтың саласындай, өсеміз біз күліп ойнап, бір үйдің біз баласындай. Оқу мақсаттары: фигураның белгісіз қабырғасын, оның периметрі мен белгілі қабырғалар арқылы табу, берілген периметрі бойынша жазық фигуралар азайту, олардың пішіндері өзгеруіне қарай периметрдің қалай өзгеретінін түсіндіру. Бағалау критерийлері: тіктөртбұрыштың, шаршының периметрін және қабырғасын табуға берілген есептерді шығарады. Кері есептерді құрастырады және шығарады. Тіктөртбұрыштың және шаршының периметрін табады. Тіктөртбұрыштың қабырғасын табудың формуласын қорытып шығарады. Кәне балалар, оқулықпен жұмыс. Бірінші тапсырмаға қарайық. Бұл жерде суреттері берілген, фотосуреттерге арналған жақтауларға қара. Қай фигуралардың периметрі бар? Екінші тапсырма: периметрі белгілі шаршының қабырғаларын қалай табуға болатынын есіңе түсір. Бұл жерде шаршы берілген. Екінші тапсырмада периметрі және бір қабырғасы белгілі төртбұрыштың белгісіз қабырғасын қалай табуға болатынын есіңе түсір. Тіктөртбұрыш берілген. Балалар, жарайсыңдар. Үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырмада зертте, кестені толтыр. Есептер өзара қалай байланысқан? Бұл жерде А қабырғасы белгілі, В қабырғасы белгілі, периметрін табамыз. Әсінде қабырғасын табамыз, ал бысында А қабырғасын табамыз. Жарайсыңдар балалар. Төртінші тапсырмаға көшейік. Төртінші тапсырмада есептерді шығар. Кері есептер құрастырып, оларды шығар. Шаршы қабырғалардың ұзындығы 9 см, периметрі нешеге тең? Тіктөртбұрыштың ұзындығы 7 см және ені 3 см, периметрін тап. Шаршының периметрі 32 см, қабырғаларының ұзындықтарын тап. Тіктөртбұрыштың ұзындығы 5 см-ге, ал периметрі 14 см-ге тең. Тіктөртбұрыштың ені нешеге тең? Жарайсыңдар балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Бесінші тапсырма: теңдеулерді шеш дейді. Бұл жерде белгісіз әріпті табамыз. Жарайсыңдар балалар, теңдеудің мәнін табамыз. Енді 6-шы тапсырмада балалар кім жылдам ойынын ойнайық. Бұл жерде көбейту, бөлу амалдары берілген. Біз мәнін тез табады деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Олай болса балалар, қорытынды. Бүгінгі сабақ ұнады ма? Қай тапсырманы орындаған қызық? Сабақтың қай тұсы ұнады? Жарайсыңдар. Олай болса, үйге тапсырма 7-ші есеп, 53-ші беттегі. Сау болыңдар балалар.